12-13 маусым күндері Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстанның тау-металлургия кешені күндері атап өтілді. Жыл сайынғы дәстүр бойынша Қазақстан Орталық Азия мен әлемдегі кен металлургия дамыған мемлекеттердің геологтары, кеншілері мен металлургтері халықаралық алаңда бас қосты. Конгресс шеңберінде өткен форумда негізгі әңгіме қазіргідей экономикалық тұрақсыздық жағдайында кен металлургия кешенінің технологиялық даму келешегі жайлы болды. Сегодня в горнорудном секторе четко прослеживается тенденция. Бүгінгі таңда тау-кен секторында пайдалы қазбалардың қолжетімділігі төмендеп, жұмыс істеу қиындап барады. Компаниялар шикізат сапасының нашарлауы мен геологиялық қиындықтарға душар болуда. Кені тереңде жатқан және құрамында пайдалы заттары аз кеніштер игеріледі. Барланған пайдалы қазбалар қоры кеміп жатыр. Бір сөзбен айтқанда, оңай жұмыс жоқ. Оның уақыты баяғыда өтіп кеткен. Полезных ископаемых. Сондықтан да өндіру және өңдеу компаниялары инновациялық технологиялар мен шешімдерге ерекше ден қойып отыр. Қазір Синойл Қазақмыс бойынша жаңғырту бағдарламасы қатар жүріп жатыр. Жұмыс бір жерде тез, бір жерде баяу жүріп жатыр. Барлық компаниялар өндірісті жаңғыртуға, өнімділікті арттыруға, өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және энергиялық тиімділік деңгейін арттыруға көңіл бөліп отыр. Қазақмыс Жезқазған кенішіндегі тотықталған аралас байытылу қиын әрі баланстағы сульфидті кеңді өңдеу тиімділігін арттыру мақсатында бірегей технологиялар әзірлеп жатыр. Бұл жұмыс техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеу сатысына таяп қалды. Ол үшін бұрын соңды өндіріске еңбеген және дәстүрлі әдіспен өңдеуге келмейтін мыс шикізатының барлық түрлеріне ревизия жасалды. Бұл аймақтың шикізат базасын толықтыруға, қазба байлықтарды жер қойнауынан толыққанды шығарып алуға мүмкіндік береді. Минералды шикізаттарды барынша тиімді пайдалануға, катодты мыс өндірісінің тиімділігін қамтамасыз етеді. 80-ші жылда Жезқазған кенішінде жер қойнауынан 1 миллиард тоннадан астам кен өндірілді. Бұл жалпы қордың 75%. Техникалық, экономикалық негіздемесі сәтті шыққан жағдайда инновациялық технологияларды пайдалану арқылы өндірістің қоршаған ортаға деген техногендік әсерін толық жоюға мүмкіндік тумақ. Қолданыстағы кеніштерді пайдалану мерзімі ондаған жылдарға ұзарып, халықты еңбекпен қамту деңгейі өседі.